Баршаларыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, ерекше болып шығатын духовкада тауық етін пісіретін боламыз. Жасалу жолы өте оңай, рецептпен бөлісемін. Ол үшін менің видеомды соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен осылай тауық етін алып, жуып тазалап аламыз. Үлкендеу жерлері болса екіге бөліп аламын. Енді сіздер бөлмесеңіздер болады, өз қалауларыңыз бойынша. Енді оның үстіне бір қасық тұзымды саламын. 2 қасық паприка саламын. Паприканы көптеу сала берсеңіздер болады. Өйткені еш зияны жоқ. Және де окорочкаларымыз қып-қызыл болып әдемі дәмді болу үшін осылай 2 қасық паприка салдым. Енді оның үстіне бір қасық кепчугімді саламын. Бір қасық майонез саламын. Енді сіздерге ұнаса чеснокты, 2 бас чеснокты ұсақтап турап салып жіберсеңіздер де болады. Енді бір қасық қара бұрыш салдым. Енді өздеріңізге ұнаған приправа қоссаңыздар болады. Мен өзіме ұнаған дәмдеуішті қосып жібердім. Енді осыны жақсылап араластырып, осылай енді барлық салған дәмдеуіштерімізді жақсылап араластырамыз. Барлық жер біркелкі жағылып, барлық жер жақсылап араласу керек. Жақсылап араластырыңыздар. Енді оны 5 сағатқа холодильникке салып қоямын. 5 сағаттан кейін, кемі 5 сағат тұрсын. Енді оны листімізге орналастырамыз. Пергамент қағаз болса, пергамент қағаз төсеп жүрсеңіздер болады. Менде үйде қалмаған екен, мен әшейін салып жатырмын. Енді өздеріңіз көріп отырғандай, осылай тауық етін осылай барлығын орналастыратын боламын. 180 градусқа қоямын. 40 минутта құда қаласа пісіп қалады. Менің видеом ұнаса, лайк басып, комментария жазып, жаңадан көріп отырған көрермен болсаңыздар, астыдағы подписация бөлімінде батырманы басып, маған тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта осындай керемет пайдалы видеолар түсіремін. Және де менің каналымда көптеген пайдалы видеолар бар. Соларды ашып көрсеңіздер болады. Сіздердің қателеріңізге жарайды деген ойдамын. Назарларыңызға көп рахмет. Менің видеомды соңына дейін көргендеріңізге алғысым шексіз. Қош сау болыңыздар.